Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін Татарстан жайлы айтамыз. Анығында Татарстан неге тәуелсіздік ала алмады және бұған экономиканың қандай қатысы бар екенін білетін боласыз. Татарстан Ресей Федерациясының құрамындағы республика. Халқы 5 миллион, астанасы Қазан қаласы. Жер көлемі 67 мың квадрат километр, яғни Ақтөбе облысынан 5 есе кішкентай. Батысынан шығысына дейін 460 километр, ал солтүстігінен оңтүстігінің арасы бар болғаны 290 километр. Татарстан таң қалдыратын ел. Бұл елде екі тіл, екі дін және екі түрлі саяси көзқарас үйлесім тапқан. Экономикасы гүлденген 9 жылдың торабындағы бай, алайда саяси бостандығы жоқ ел. Неге? Татар халқы тәуелсіздігінен қашан және қалай айырылып қалды дерсіз. 1990 жыл Кеңес одағы ыдырап жатты. Татарстан өз тәуелсіздігі үшін күресті. Бұл күрестің өз батыры болды. Ол Ментимир Шаймиев еді. Дәл осы жылы Ресей Федерациясының болашақ алғашқы президенті Борис Ельцин Татарстанға келіп өзінің атақты сөзін айтты. Өздерің жұта алатындай, асқазандарын қорыта алатындай суверенитет алыңдар, тек бөлінбеңдер деді. Шынында да Татарстанда асқазан қорыта алмайтындай байлық бар еді. Алайда татар халқы азаттықты аңсады. Бұл 1991 жылғы газеттің бірінші беті. Ментимир Шаймиев татар халқы және парламенті Татарстан суверенитетін алуын қалайды. Сенің артыңда татар халқы, ері бол, есті бол, сатылмайтын сертіңе адал бол, Ментимир. Дәл осы жылы 1991 жылы 12 маусымда Шаймиев Татарстан президенті болып сайланды. Ол 71% дауыс алды. Дәл осы күні Ресей өз президентін Ельцинді сайлады. Алайда татар халқы ол сайлауға қатыспады. Күрес бұнымен бітпеді. 1992 жыл Татарстанда референдум өтті. Халықтың 62% тәуелсіз ел болуды қалады. Алайда бұл референдумды Москва заңсыз деп санап мойындамады. Ал Татарстан Мәскеуден федеративтік келісім жасаудан бас тартты. Татарстаннан басқа тағы бір ел Мәскеуден федеративтік келісім жасауды бас тартқан еді. Ол Шешенстан еді. Татарстан федерациясы құрамында қалып қойды. Алайда Татарстанда федерацияның өзге республикаларында жоқ үстемдік бар еді. Татарстанның өз конституциясы, өзге елдермен байланыс жасау құқығы, өз президенті, тіпті өз ақшасы болды. Рубльмен тең қолданды. Президенті тәуелсіздік үшін күресіпті. Тәуелсіздік алмапты. Алайда өте үлкен жетістікке жетіпті. Өз конституциясы, өз ақшасы болыпты деп ойлап қалған боларсыз. Алайда бұл күрестің басты мақсаты татар халқы емес еді. Бұл сұрақтың жауабы Татарстан ақшасының екінші жағында бейнеленген. Бұл мұнай. Арада 30 жыл өтті. Татарстан халқы бұл күнде тәуелсіздік үшін бұрынғыдай бұлқынбайды. Олардың өз ақшасы да жоқ. Татарстан тәуелсіздігінен нақ қашан айырылды десеңіз 2000-2001 жылдар дер едім. Президенті Путинге ант берді. Ал Татарстан мұнайын сорып жатқан Татнефть компаниясы ел билігін өздері жұта алатындай, асқазандары қорыта алатындай тойдыруда. Одан басқа ауыр машина құрастыру, анығында КАМАЗ және ауыл шаруашылығы дамыған. Татарстан Ресей Федерациясының химиялық лабораториясы десек қателеспейміз. Бұл елде химиялық өнім өндіруде аса қарқынды дамуда. Татарстан Ресейдің логистикалық орталығы, 9 жолдың торабы. Дәл осы географиялық орналасуында Татарстан тәуелсіздік алуына кедергі келтірді. Ресей Орынборды өзіне алу арқылы Татарстанды Қазақстаннан бөліп алды. Яғни Татарстан Ресейдің қоршауында қалды. Яғни арал мемлекетке айналды. Ондай елдер тәуелсіз ел болуды қиын. Мысалға, Лесото Оңтүстік Африка Республикасынан тәуелді. Ал Сан-Марино Италияның қоршауында, яғни Италияға тәуелді. Видеоның соңында айтарымыз, Татарстан күресті, қарсы тарапта күресті, байлық үшін әрине. Ал татар халқы тәуелсіздік үшін күресті. Бұл күнде Татарстанда байлық бар, экономикасы өсті, астанасы гүлденді, алайда тәуелсіздік жоқ. Біздің басты мақсатымыз әуелі экономика, кейін саясат деген ұстанымның қате екендігін түсіндіру болды. Байлық пен бостандықтың таңдауында сіз нені таңдар едіңіз? Қарапайым экономика арнасынан тіркеліңіз, видеоға лайк басыңыз және арнамыздағы қызықты видеоларды көріп